Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында соғыстан кейінгі Кеңес одағы халқының тұрмыстық деңгейі мүшкіл еді. Олардың жаңа автокөлік сатып алатын ақшасы болмады. Оның үстіне әлі дамып үлгермеген автоөндіріс темір тұлпардың бірнеше түрін ғана шығаратын еді. Сол кезде Кеңес үкіметі тек Москвич, Победа және Запорожец деген 3 модельді шығаратын. Победаны ауқатты адамдар мінсе, Москвичке тұрмысы орташа адамдардың ғана қолы жететін. Запорожец негізінен соғыс ардагерлеріне берілді. Одан артылғаны көпшілікке сатылды. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін КСРО Германиядағы көптеген зауыттарды көшіріп алып келді және неміс машиналарының атын өзгертіп, өз өнімдері ретінде шығара бастады. Мысалы, 1945 жылы әлемге әйгілі General Motors компаниясының Германиядағы тәжі болған Opel AG автомобиль зауытының жабдықтары Мәскеуге көшірілген. Осылай, Германияда өндірілетін Opel Kadett K38 бұл жақта Moskvich 400 атауымен қайта жасап шығарылған. Кеңес одағы конструкторларының өздері жасап шыққан Moskvichtері 1950 жылдардың ортасына қарай пайда болды. 1960 жылдары батыс әлемінде, атап айтқанда ақш, Германия, Франция, Италия және Жапонияда автомобиль өнеркәсібі дамыды. Шетелдегі 4-5 автомобиль зауытының әрқайсысы кем дегенде 10-15 түрлі маркадағы автомобиль шығара бастады. Айналасын бағып отырған КСРО басшылығы осы уақытта заманауи халықшыл автомобиль зауытын салу керек екенін түсінді. Бірақ заманауи зауытты Кеңес одағы тәуелсіз сала алмайтын еді. Себебі көлік жабдықтарын өндіретін зауыттың өзі жоқ болатын. Сондықтан кеңестік автоөнеркәсіп шетелдік серіктестердің қолдауына мұқтаж болды. Осыдан соң заманауи автомобиль зауытын салу үшін шетелден серіктестер іздеу басталды. Германия, Франция және Италияның бірнеше автомобиль өндірушілерімен келіссөздер жүргізілді. Өндірістік нысандарға бақылау, модельдерге шолу жасалды. Соңында Италияның Fiat компаниясымен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Зауыт құрылатын қала ретінде 54 аймақтан сол кездегі Куйбышев, қазіргі Самара облысындағы қалашық таңдалды. Қалашыққа 1964 жылы италиялық коммунист Пальмиро Тольятти есімі берілді. Оған дейін 300 жылдық тарихы бар қалашық Ставрополь на Волге деп аталды. Италиялықтармен бірлесіп жұмыс жасау жоспары анық болған соң кеңестіктер жедел түрде қалашық атауын итальян коммунист атымен атап, әріптестеріне завод осы қалашықта құрылатынын айтады. Fiat президенті Джанни Анелли мен КСРО өнеркәсіп министрі Александр Тарасов арасында Fiat модельдерін шығаратын зауытпен бірлескен автомобиль өндірісі туралы келісімге 1966 жылы қол қойылды. 1966 жылы 20 шілдеде Тольяттиде автомобиль шығаратын завод салу туралы үкіметтің шешімі жарияланды. Содан бері 20 шілде АвтоВАЗдың құрылған күні ретінде атап өтіледі. Бастапқыда жылына 500 000 автомобиль шығаратын зауыт салып, оны одан әрі кеңейту жоспарланған болатын. Осылайша Тольяттиде завод құрылысы басталды. Fiat пен ынтымақтастықтың тағы бір себебі 1966 жылы компания шығарған Fiat 124 моделі Европада жыл автомобилі атағын жеңіп алды. Сондықтан ынтымақтастық туралы келісімге бірінші осы модельді жасап шығару қолға алынды. Автозауыт құрылысын бастау туралы үкімет қарары қабылданғаннан соң Тольятти қаласы үлкен құрылыс алаңына айналды. Бұл жерге КСРОның түрлі аймағынан көптеген құрылысшы ағылып келе бастады. Осы зауыттың құрылысы үшін КСРОның 884 машина жасау зауыты қосалқы бөлшектер дайындады. Бұдан бөлек шетелдегі 900 түрлі зауыт пен компаниялардан қосымша бөлшектер жеткізілді. Көлік италиялық компаниямен серіктестікте жасалғанмен
Ұлыбританиядағы, Германиядағы, Франциядағы және ақш-тағы әртүрлі зауыттардан италиялық көлікке қосалқы бөлшектер әкелінді. Достар, менің екінші арнам Ұлы Дала тарихы YouTube арнасына жазылып, ұлы тұлғалардың өмірбаяны мен ұлы даланың тарихын біліп жүріңіздер.